Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында оңай жасалынатын пиццаны рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң тұзымызды, құмшекерімізді салып араластырамыз. Және 2 қасық оливковый майымызды құятын боламыз. Осыларды жақсылап араластырып, ұнымызды шетінен салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымды илеп болдым. Енді осының бетін жауып, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямын. Мінекей достар, қамырым жақсы көтерілді. Енді осыны қолымды майлап, 2 бөлікке бөліп, 2 пицца жасайтын боламын. Пиццаның бетіне мен осындай қызанақты, сосисканы және сырды қолданатын боламын. Алдымен кетчуп майонезімізді қамырымыздың бетіне толықтай жағып шығамыз. Одан соң сосискамызды қоямыз бетіне, қызанағымызды қоямыз үстінен, соңында сырымызды бетіне себетін боламыз. 180-200 градуста пісіретін боламыз қызып тұрған пеште. Мінекей достар, пиццамыз дайын, жұмсақ, өте нәзік, дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.